Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеоны иммунитетті көтеретін өте жеңіл және оңай жасалатын салаттың рецептісімен бөліскелі отырмын. Және де менің каналымда аппетитті ашатын корейский салаттың да рецептісі бар. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийге қалдырып отырыңыз. Ендеше видеомызды бастау үшін бізге ең алдымен қайнатылған қызылша, грек жаңғағы, чеснок және майонез керек. Қызылшамызды жіңішке теркадан өткізіп алып, үстіне мен 2 бас чеснок қостым. Сіздер одан да көбірек дәміне қарата қоссаңыздар болады. Мен аз қосқан себебім бұны менде кішкентай балам жейтін болғандықтан, оны да иммунитетін көтеру үшін күнделікті жасаймын осы салатты. Сіздер де жасап берсеңіздер болады. Чесногымызды және қызылшамызды теркадан өткізіп алдық. Енді оның үстіне грек жаңғағын майдалап турап алып қосамыз. Грек жаңғағын турап қостық. Енді осының үстіне майонезімізді салып араластырамыз. Осымен біздің жеңіл және өте пайдалы салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Әлі тек арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.